Сәлем достар, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Бүгін мұны біздіңкі ішінден шоколад, анауны сотысығымыз ауылға келдік. В общем, қалай келгенімізді түсіруге уақытым болмады, шыны керек. Да, это ажинаня. Уақытымыз вообще болмады. Болғанды қалай, мына екеуі жылап қайбай шығарып, жүректері айнайды машинада. Сонымен түсіре алмадым. Өзі шаршағап, ұйқым қанбаған, әлі ұйықтаған жоқпын, сол жүрмін, әлі жүрмін, содан жүрмін. Міне. Мынау да жүр. Айгөркем, привет деші. Ауылдамын, үйдемін, өзіміздің үйде, мамам мен әкемнің үйінде. Мына жақта гүлдер, жерде әдемі. Сол. Мамам сиыр сауға кетіп қалды далаға. Ой, түрім көрініп тұрған жоқ қой. Мамам сиыр сауға кетіп қалды далаға. Анау жақта мына жақта қора, сол жақта сиыр сауады, короче. Дала қыз. Әже далаға кетті, қызым, әже далаға кетті. Да, бабай жеп қойды әжеңді. Сөйтіп сол отырмыз. Қызым отыр. Айгөркем, Айкон, привет деші. Я, қалайсыңдар де? Бабай жеп қойды әжені дейді, амын деп дейді, на кастрюлямызды. Сонымен балашаға үйренді, жайлап үйренді. Мама, шай. Шай? Мама, шай. Шай ма, су ма? Макси шай ішесің ба? Сен сүйдің ба? Конечно. В общем, достар, есімді жинап алайын, телефон зарядтап алайын, өліп атыр зарядым. Сосын, в общем, ары қарай ауылдың несін, если қолым болса жатса түсіремін, тыныс тіршілігін. Енді қашан қайтатынымызды білмеймін, оны бір ала білет. Мына балдардың несіне қарай. Қайтамыз ғой енді. Сол, пока осы ауылдамыз. Әпшеміздің үйден келдік. Есімізді әлі жинаймай жатыр. Балашаға жүр міне. Бауыр. Міне. Екеуі де жүр. Күшіктер. Күшіктер. Привет деңдер. Привет. Пап, привет де. Мама, шай. Шоколад болды ма? Сен сүйіп қойдың ба? Нет, это не шай. Съедат. Это буха. Да, это боха. Шопа береналарға көтін ауыстырайын. Достар тағында жазам ғой енді, ары қарай. Мына бір нәрсе көрсетейін ба сіздерге. Мына не білесіздер мана? Құрт бұл. Бұның иісі. Бұның иісі деген керемет. Жұмсақ айын істелінген ғой. Біздің қыналы қар ғой. Далан терезенің сырты қар. Осы құрт кепсе күшті болады. Құрметті халқым, ұйықтап тұрдық, түнімен ұйықтадық. Шоп? Түштің ба? Шоп? Жап? Жабайын ба? Өзің плетің бар ғой міне? Спасибо, мама. Пожалуйста, жан. Талып ұйықтады. Түнде 4-5 рет оянатын еді. Бәрде бір оянбады. Қатты ұйықтады. Іші жарық қой. Мынандай штор неғып қойғанда. Короче, светті өшір дейді ғой. Өшір дейді, бізден қараңғы жауып тастап жатқанға үйренген ғой бұл апамшы. Светті өшір деп жылап отыр. Қазір шашты не қылар? Шашым түсіп отыр. Сонымен тұрдық, түн жақсы өтті, тыныш, күшті ұйықтадық, жерде аунап тұрып. 2 көрпешені төсеп алды, қалың, ұзынынан көрпені. Сонымен Андуши қызым, мына свет өшір. Жатамыз дейді, свет өшір, жатамыз дейді. Мына жерге батарея деген енді ұстасаң, қолың күйеді. Жауып тастап бетін. Түнде.
Не дейсің? Өшіп тұр ғой Свет. Свет өшір дейді. Өшіп тұр Свет, балам. Қызым? Жаным мен. Мамам сиыр сауға кетті, сиыр сауып келем деп. Қарақат сабаққа кетті. Әкем жұмыста. Үшеуміз ғана отырмыз. Апа келеді қазір, әжесі. Шай ішеміз, я? Болды, бұяқта 9 болды, әбет болды бұл жақта. Түнмен ұйықтады, кеше ерте жаттық, бірекенше. Сағат, біз кемінде 2-3-тен ең ерте жатқанды сол еді ғой біздің 2. Кеше сағат 10-да ұйықтап қалды бұлар. 10-да ұйықтап қалды да, содан міне сағат 8:30-да тұрды. Үйто мен мультфильм қойып қойдым, балапан бұяқта қазақша сөйлейді. Бәрі қазақ тілде. Әкем, мамам бүйтеді, Маша, мына Маша ғой дейді. Ал көре бер. Короче, әкем бүйтеді, бұлар кеткенше мамам айтады, қазақша үйреніп кетеді, таза қазақша дейді да. Балапан, Wi-Fi жоқ үйде, интернет нашар ауылдашы. Сосын Wi-Fi кіргізейік деп атырмыз. Мамам айтқан ғой, Wi-Fi кіргізбейсіздер ме, не азып деп. WhatsApp-тың өзі айланып, кеше видео тастадым ғой. Кеше келгенде тастадым, содан бүгін түннің жарымында түсіпті ғой, YouTube-қа шашым еп көтті. Сөйт, мамам Wi-Fi кіргізейік дейді, Wi-Fi кіргіземіз дейді. Wi-Fi кіргізсеңіздер рахат қой деймін да, үйде қыз бар оқитын, одан кейін өздері не керек, неге. В общем, былай қарап отырайын бейді, жарық. Сөйт, Wi-Fi кіргізіңіздер деді мамаға. Мына ұйқыдан енді тұрдық мұны. Ұйқыдан тұрғандағы түріміз осындай. Бәрі бір красавицамыз. Менің күйеуім Бауыржаным. Сендерсіз бір түрлі екен, қадірлеріңді кеткенде білдім, 2,5 жылдан бері голосовой сообщение жазып, жаным мен саған. Я бір түрлі ғой, ол далаға шығып кеткен кезде мен жыннан айылған бақсықсып қалатын, тишина бұл. Сол шуға үйреніп қалсаң сол ғой, балалы үй базар, баласыз үй құмазар деп сол үшін айтады. Сол ұйықтап. Шай ішіп. Сосын ары қарай жазам ғой. Мен сиырды көрсету керек, сиыр сауам ғой менде. Барып сиыр сауып. Бұлай сауат сиырды, бұлай жуат деп. Үйде сиыр көбет. Қарайтын адам жоқ, бір сиыр қалдырдық дейді. Сиырдың бәрін сатамыз деген. Бір сиырды қалдырып қойдық, қимадық дейді. Бізде келін жоқ, қарайтын адам жоқ. Мамам, әкем, ежа кішкентай сіңілім үшеуі ғана. Әйтпесем қойда, мал асыраудың жер ғой біздікі. Үлкен. Сондай. В общем, осылай постепенно түсіре беретін болам ғой. Солай жағдай. Бір нәрсе айтайын деп тұрған ем, ұмытып кеттім. Түнде балдарымды жуындырып, тістерін жуып жатқыздым. Мамам айтады, бұлардың тісін не аласың жуып дейді, бұларға не керек дейді. Мен айтам да, тіс деген бірінші жарып шыққаннан бастап жуу керек екен деймін да. Сол кезде құрттағы мұндай болмайды. Сол достар, бірге болыңыздар. Короче, ыдыс жуайын деп жатырмын достар. Ауылдың тіршілігіне көшіп кеттік. Екі күшігім мына жақта отыр жағаласып көрсете салайыншы. Міне. Привет деңдер. Айгөркем, привет. Айгөркем. Давай, привет де. Привет. Короче, ыдыс жуайын деп жатырмын. Үйге су кіргізілген ғой. Үйге су кіргізілген, бірақ бұлай анандай. Именно кухняға кіргізбеген, мына жаққа кіргізген да. Сол үшін бүйтіп ыдысқа су құйып жуамыз. Жақсы ұйықтадық қой, түнде күшті ұйықтадық. Ары қарай, очень жаздым ғой видео, білмеймін не сөйлегенді ол жерде азанда тұрған кезде. Қатып үйде 10 рет тұрып, оянып 10 рет не қылушы еді. Душе ұйықтады. Мына кружкалер қалсаңыздаршы, біздің мамамдар осындайлар жақсы көреді. Да, мынандай. Мынандай. Әкем осындай мен ішеді шайды.
толтырып бір пиалайын ішеді. Кесе сияқты ғой. Осындай кружкалар алады. Постоянно келсең осындай кружка тұрады. Неше түрін. Мен күйеуім жазып жатыр. Сағындым. Голосовой жер жыртты ғой. Сендерсіз бір түрлі екен деп. Мына жер тура терезе, дневной цвет түсіп тұр ғой. Айтпақшы үйлері жарық қой, терезелер дәу жарық. Сосын азанда Айгөркем деген тұрып алып жылайды ғой, свет өшір дейді. Свет өшіп тұр ғой. Шторлар ашық тұр да просто. Шторларды жапсам да жарық болып тұр ғой. Өшір деп бір жылайды ғой жаңағы. Светті өшіреміз, жағамыз мін өшік тұр деп. Үйренді қазір. Терезеден қарап, аршетіне. Мына жер кең жерге ойнап, жүгіріп, рахаттанып жүр. Кең үйге жетпейді ғой бәрібір. Мына ішінде сол екен іште салайыншы. Әкем мен мамам қайтыс болған бір өлген кісінің жетісіне кетті. Үйде ешкім жоқ. Сіңілім сабаққа кетті. Үшеуміз ғана қалдық. Қазір әкем келсе работқа барып, магазинге барып, маларға соқ-поқтарын, ішетін, жейтіндерін. Бұлар әбден үйреніп қалған ғой. Сөйтсе мамам айтады, үйде вишня бар дейді. Анау заморозке қояды ғой. Мына холодильниктің жанында, морозильник тұр ғой. Соған заморозить етеді. Бүкіл нені шы. Губкамен жуамайды осылар бар ғой. Теген сайын губкамен не қылам да мен? Алып шы магазинге барсам. Кейін келесі келсең осы губка жоқ болады. Сөйтіп сондай вишняларды заморозить етеді ғой, в общем, вишня, сухофрукты еще, в общем. Соны қыста клубника, қыста жейді да. Соны қазір компот істейміз дейді да мамам. Мынау шағылыпты бір пиала еді. Тастай салайыншы. Соны алма қақ бар екен, алманың қағы. Содан компот істеп қояқ. Не бәле, соқтарың 500 теңге. Ойбай деп сөйледі ғой әкем. Мамам да ақшаларың көп па деп. Бүкіл квартираның ақшасы осыған кетіп тұр ғой деп. Мынандай сок береміз біз 4-5 өшеді күніне. 500 теңгеден ойлай беріңіздер қанша болады күніне 3000. Соққа, соқтың өзіне. Памперс киеміз 3 жаста. Памперс киеміз әлі. Одан кейін барып микрофон ағалы жақсы қолды, алыста жүрсең де естіліп етті. Қазір мен кухняға шығып кетіп сөйлейін, естіліп тұрады. Міне, естіліп жатыр ма бәрі? Мен басқа жаққа кетіп қалдым. Сол памперс киеді, жүрген расход қой мыналар дейді да. Кішкене, мынаны сәл бүйтіп қойшы, бетімнің жартысы көрінбей жатыр. Кішкене қылсаңдаршы дейді да. В общем, ойбай. Әкемдер мына жерге бар ғой, су кіргізсе болады негізі. Бізде су кеп тұрады ғой. Бірақ ауылда бұрын су деген арқырап тұратын колонка кіргелі, азанда бір мезгіл береді. Солай өшіріп тастайды қалған уақытта. Айтпақшы экологтар солар айтып тұр ғой, ауыз су деген Қазақстанда тапшы болады өте. 2050 жылы 3 есеге төмендейді. Ауыз суды, ішетін суды экономдайық, ағызы беталды қоймайық. Бізде проблема ғой су деген Қазақстанда жалпы. Сондай деп жатыр. Солай достарым. Құрметті. Мен ютубтан туысқандарымды көріп отырады, жазып отырып ауылға келіп қапсың ғой деп. Ютубтан. Келіңдер ауылға қыдырып. Ауыл деген рахат қой, қыналы қар, қар деген күреп тастаған, қалың. Біздің ауылда. Курортный жер ғой біздің ауыл. Таза ауа. Алматы ауа жоқ қой, таза. Смог. Бізде таза ауа. Табиғаты керемет. Қыста, көктемде, жазда вообще біздің ауыл керемет жер. Жердің жаннаты ғой біздікі. Осы үй деймін да, қалада болғанда жерді. Времянка бар анаяқта, сол бауыржан айтқанда времянканы жөндеп алып тұратын ек деп. Ішін тазалап алып деп. Квартирада тұрған шашы. Біздің ауылымыз ауылға 30 километр ғой.
қалаға 30 километр. 20-25 минутта жеңіл машинамен жетесің. Машинаң болса, қалаға қатынап істейді ғой, жұмыс бәрі. Үйдің іші тап-таза. Қазір сіңілім келсе, аларды киіндіріп, шанаға кассеттеп далаға шығарып жіберем. Далаға ойнайсыңдар ма? Екеуі Құдай беріп ойнап жүр, арада жүгіріп. Өткенде астымызда бір соседіміз келді. Жай түннің 11-ден кейін деп заявление жазамыз деп қайуандар. Сонымен ауылда рахат қой. Бізде еще үйлер алыс-алыс орналасқан ғой, жер үлкен-үлкен ғой жерлер. Бір-біріне сойып атсаң да естілмейді. Далаға шығып айқайламасаң, үйдің іші біреудің үйінде не отқан естімейсің де, көрмейсің де, бәрі қоршап жауып тастаған заборлар. Білген істейсің ғой, түн жарымда дискотека істесең де азанға дейін бір адам келмейді. Ауыл рахат қой. Жер үйім болса, жер үй алсақ, осындай ауыл шөп, андай-мындай болса, сиыр асырап, сөйтетін едінші, мал асырап. Маған балдар туылған кезде сиыр атаған ғой, мен бала шағама. Ол өсіп, сат жүрген ғой, тұра берсін деген ғой, мен оны қайдап кетем, кейін керек кезде алам деген ғой. Мамам айтады да, оны сат жердік, сендердікі ен туады дейді. Рахаттанып жатыр достар. Көрші апамыз, жеңгем ғой. Немересін ақ кепті. Сонымен ойнап, әдемі ойнап, айтпақшы мамам садикке бер деп жатыр. Мына жерде садик бар, күніне төлейсің да, ауылдың садигі. Бәрі ағайындар ғой. Садикке берейік, горшокқа үйренсін бір 5-6 күнге. Садикке берейік дейді да, баламен келіп, ана қызбен ойнап жүр, әдемі ше. Соған қарап ойланып қалдым. Беріп горшокқа үйретіп алсақ па деп. Кішкене дисциплинаға үйретсек па деп, обществоға. Бұл екеуі жабайы ғой. Жаңа әкем сырғанатам деп киіндіріп алып кетті шанаға. 10 минут па 20 минут па ойнады да, сырғанады да, қайтып кірді. Әкем бүгінге осы болады дейді, жылап жатыр дейді. Машинаға мінгіз қыдыртам деген ғой. Машинаны көрсе құсалығы бар. Әкем бұлар машинаға мінбейді деймін да. Магазинге апарам, аралаймыз, отырғыз алып қыдыртам дейді да. Бұлар машинаны көрсе қашады, деп жүректері айниды. Сосын жуып атқан нәрсемді көрсетуім керек еді, қайта қызықтау болады не жуып атыр мынау деп. Так. Осы балашаға жоқ кезде бұрын көп келушем ғой. Келіп, тазалап, іші, сыртын, көршілер уже айтатын, бөлмеге қапты ғой, бәсе деп. Іші, сыртын, қораларды әқтеп, көктеп сөйтетін ғой. Қазір екеуі пайда болған екен. Көп келмейміз да, одан кейін. Не ғой анау? Келген екен, бұлар тірлік істетпейді да. Ана сіңілім өсіп қалған, қазір өзі таптай қып істейді. Шайында, тамағында қойып дайындап жүгіріп, соны жұмсаймыз байқұсты. Анан әкел деп. Холодильниктің ішін сүрту керек. Оның іші деген енді. Телефон штатив хотя бы ана қоятын алмаппын. Қайда қоярым білмей жатырмын. Астынан да шелек қойып, пластмассовый. Әйтеуір қойып жатырмын. Шәугімнің сыртын сүрт жіберейінші деп жатырмын. Жуу керек көпті бәрін тазалап. Газдың үсті. Мен каждый ыдыс жуған сайын газдың үстін обязательно мынандай сумен, фейри сумен бір сүртіп аламын ше.
Сол тап-таза болып жалтырап тұрады. Біз мамалар үйтпейді. Андайларды ыдыс жуған кезде міндетті түрде жуаммен үстіп каждый сүртіп алам да. Бір анандай сүртіп тұрсаң, ондай не болмайды ғой. Запускать етпеймін да, короче. Мына суды ауыстырып, таза суға сүрту керек еді негізі. Сол. Мынаның ішін бәрін не қылып жуу керек қой. Холодильниктің. Әшейін бір бейтіп сүртіп салайын пока. Ой, ектігідік. Сармай, қорытмай, салат қой бұл жақта. Жейтіндері. Мед. Нағыз осы жуған кезде үстіп бір-бір сүртіп алса болады ғой. Көрініп тұрмын ба? Жуған кезде үстіп бір-бір сүртіп алса тап-таза болып тұрады ғой постоянно. Кетчуп майонездері бар екен. Мамам да әкем де жемейді бұндай. Ана кім дейді да, сіңлім жейтін шығар. Біз мамамдар ондайды не қылмайды. Натурально тек. Мынаны кім жейді деп. Далаға шығып түсіру керек еді. Шамам жоқшы. Есімізді ен жинап. Ұйқым қанып, жаным кіріп. Кеше басымен зем болып жынды болып отқан ем ғой. Жаным кіріп қалды. Болды, сәсәй сүртіп қойық бет. Жалтыратып. Басымен зем болып кеше жынды болып отырғанмын. Бүгін жақсы, түнде ұйықтаған жақсы ғой негіз. Планшетті зарядқа қойып едім, толды ма екен. Бір планшетті алдық, бір планшетті тастап кеттік. Бір планшет, бір телефон алдық. Балдардың. Айтқанда үйде Wi-Fi жоқ қой, айттым ба? Интернет нашар. Сон Wi-Fi кіргізек деп звондап атырғаны Қазақ Телекомның. Телефон бар ғой, домашний жүргізілген ауылға. Соның линиясы бар да, Билайнға звондасам айтады Билайн. Біз жер үйлерге кіргіземіз дейді. Жер үйлерде, бізде этаж үйлерде тек кабель дейді. Жер үйлерде былай қарап қойайыншы, өзіме қарады. Көрініп тұр ма? Жер үйлерде не дейді? Роутер сатып аласыздар дейді, 25.000 дейді. Айына 9.900, в общем 10.000 төлейсіңдер дейді. Әкем оны есі, ой, керек жоқ бізге. Интернетіміз істейді мен, ютубын көреді деп. Кино көрем, азанын кешке дейін мен. Маған бәрден қайгері жоқ деп. Сосын барып, не қылдық қой? Мамам керек дейді. Қазақ Телекомдың кіргізек дедім да мама. Қазақ Телеком көршілері сондай кіргізген, бір жеңгеміз келді дедім ғой, содан сұрасам. Айтады, Қазақ Телекомдың жақсы дейді. Жақсы ұстайды дейді. Жақсы ұстап тұр дейді. Қазір суын ауыстырып жатырмын, таза сумен сүртейінші деп. Қазақ Телеком жақсы дейді, в общем. Білмеймін, біз соны Қазақ Телеком нашар слабый деп кіргізбей қойдық қой. Билайн кіргіздік қой біз Алматыда. Баяғы микроволновкаға бейшараны істеп тұрғанына неше жыл болды. Осы маған ақ кет деген ғой, алармен жүрген кезде. Жоқ, керек емес, алам өзім дедім да. Өзім алым ғой басқа. Өздеріңізге керек қой дедім да. Жылтасағанға микроволновка жақсы ғой. Мынау асел печкаларына да.
біздің газдың астында да печка істейді ғой, білмеймін, почему-то бұлар осындай печкаға пісіреді. Нанды қосып, қарақат. Подростық қой, подростық. Салақтау да. Салақтау. Салақтау дей бермей, салақ дей беріш дейсің де. Бірақ жинап отыр. Үйді жинап отыр, таптай. Ананың ішінде ине жіп бар ғой. Әкел бері. Не істеп жүрсің сен? Ине жіп сағанда алатты ғой, мынау ешақтың қызы. Қазақ қой. Жоқ әле, мынау сайқайлап отыр маған. Блядь дейді. Маған. Блядь. Қобылан заткнись. Блядь дейді. Кеше поезда суға дейді маған. Ордым ғой, жынымды келтіреді да. Көтінен борған ем, шука дейді ғой маған. Маған өзі. Осы мен осы влогты аяқтау керек. 17 минут қақсап тұрмын ба, мая. Сәл бетін сүріп жерек. Мен істесем тірлікті бәрін ашып тастап от души істеуім да негізші. Бәрін ақтарып төңкеріп тастап. Камераға қарап тоңқай. Бабай әкет қалды, бабай. Сонымен осы ыдыстарын жуып, сәл сүртіп, газды жуып жүрейін қазір. Осы мен аяқтайын, достарым. Құрметті, ауылдың тіршілігі осы, жүрміз міне. Тірлік істеп, ауылда осындай тірліктер көп. Қазір мамам келсе компот қайнатамыз, кешкі тамақ істейміз. Сонымен уақыт өтеді ғой. Прям қарда еще күн шығып тұр, көзіме түсіп тұр, жарыққа үйренбегенбіз біз. Тышқандар ұқсап. Суңға майда деп іздеп жүрмін ағына. Что? Что? Я не знаю, қызым, бабай әкет қалды ма? Көрші бар. Где моя суши дейді? Я не знаю, иди. Ана жақты көр. Сол, қыздар, жігіттер, валюсын сәл түсіп қой. Көзге қатты түседі екен. Неме үйдің бәрі қараңғылап түсті қасындар деп жүрмесін. Қой сәл ашайын. Жартылай жауып қояйық. Осы жарқ қылып видео түсіргенге жақсы екен ғой. Осындай, короче, қыздар, аман болыңыздар, сау болыңыздар, ауырмаңыздар, менімен бірге болыңыздар. Менің ауылым, туып өскен жерім, туып өскен үйім осы. Біздің қара шаңырақ бұл біздің. Бұл негіз қара шаңырақ атам мен әжемнің. Я не знаю! Кетші бар! Атам мен әжемнің қара шаңырағы осы. Бұларда үлкен семья, 10 балама, сондай 10 баланың ішінде осы біздің әкемді, 10 қыз бен ұл ғой енді. Біздің әкем қалған осы үйде. Жанып тұр ма? Жанып тұр екен. Сол, аман болыңыздар, ауырмаңыздар. Келесі кездескенше тағы да түсіретін болам. Тағы да влог түсіретін болам ары қарай. Пока-пока.